Қайырлы күн. Бүгінгі тақырып біздерде түзулердің арасындағы бұрыш L1 түзуі мен L2 түзуі. Жалпы бұлар бір жазықта жатса да, басқа жазықтарда жатса да, әйтеуір бір қиылысатыны хақ. Мысалы, бұлар дейтін әртүрлі жазықтарда жататын болса, онда бірінші жазықтыққа екінші түзудің проекциясына көшіру болады. Мысалы, қараңыздар. Мысалы, мен L1-ді L2 жатқан жазықтыққа көшіретін болсам, шамамен осылай L1-дің проекциясы L1 мен L2 осы екеуінің арасындағы бұрыш альфа. Олар екі түзу қиылысқанда бізде екі бұрыш пайда болады. Біреу сүйір, біреу доғал. Доғал деген бұл 90 градустан үлкен, ал сүйір деген бұл 90 градустан кіші. Міне, екі түзудің арасындағы бұрыш дегеніміз олар қиылысқанда пайда болған сүйір бұрышын айтамыз. Енді осы сүйір бұрыш бізде яғни 90 градусқа тең болады, немесе одан кіші болады. Және 0 градустан үлкен болады, немесе тең болады. Яғни 0 мен 90 градустың арасында болады екі түзудің арасында бұрыш. Қай кезде 90 градус болады? Егер екі түзу бір-біріне перпендикуляр болса 90 болады, ал егер екі түзу бір-біріне параллель болатын болса, арасындағы бұрыш 0 болады. Енді екі түзудің арасындағы бұрышты қалай табамыз? Жалпы L1-дің бағыттаушы векторы болады. Бұны P2 векторы. L2-ның өзінің бағыттаушы векторы бар. Ол бізде T векторы болсын. Яғни L1-дің бағыттаушы векторы бұл P. L2-ның бағыттаушы векторы бұл бізде T векторы болсын. L1 түзуінің бағыттаушы векторы P, L2 түзуінің бағыттаушы векторы T. Енді жалпы түзулердің арасындағы бұрыш бұл олардың бағыттаушы векторларының арасындағы бұрышқа тең. Осы жерде біз мына екі бағыттаушы вектордың арасында бұрышты есептейміз. P векторының координатасы xp, yp, zp болса, онда T векторының координатасы xp, yt, zt. Көшеміз фи тең болады екі вектордың арасындағы бұрышты табу үшін біздер олардың скаляр көбейтіндісін аламыз. Бұл жерде скаляр көбейтіндіге модуль саламыз. Өйткені косинус өтеде 0 мен 90 арасындағы бұрыш керек үшін бұл бізде плюс болып шығу керек. Ал егер кейбір жағдайларда бізде яғни косинус фи тең болады x пи көбейтілген xp қосылған yp көбейту yt қосылған zp көбейтілген zt. Осы скаляр көбейтінден осыдан шығу керек. Бұл тек түзулердің арасындағы бұрыш үшін. Ал егер векторлардың арасында бұрыш болатын болса, онда алынымда модуль болмайды. Бұл көбейтілген түзулердің арасындағы бұрыш болса